Сәлем достар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Бізде сағат 7 болып қалды. Біз ұйқыдан тұрып жатырмыз. Қазір қыздарды сабаққа тұрғызам. Мен тұрсам, Әлихан да тұрып кетеді. Сол үшін жай мен қозғалып жатырмын. Қыз болғаннан кейін сағат 7 болып қалып жатса да 7-ге бір 10 минут қалды ау деймін. Дала осындай тас қараң. Үйде бәрі ұйықтап жатыр достар. Сіздер сабаққа бару үшін нешеде тұрасыздар? Қыздар кеше осы бөлмеде ұйықтады, екеуі деген әңгіме айтты, түнімен анау жасады, қағаздарын әкеп қастарына өздерінше диванда 24 сағат өздері ойнап. Қыздар, тұрамыз, сабаққа барамыз, қыздар еке. Тұрамыз, қыздар. Қыздар, тұрыңдар, мен сүт пісіріп қоям. Сабаққа кешігеміз, тұрамыз. Айкосина, Ангелек, тұра қойындар. Нешеде ұйықтадық түнде? Ұйқыларың қанбай жатыр ма? Тұр, Ангелек, тұрамыз. Мен сүт пісіріп қоям. Сүтке салатын жейсіңдер ма? Деп кімге айтып жатырмын. Ұйқыларын ашылмай жатыр. Азанда оқығанның бір жаман жері осы. Мен шай қойып қойдым. Қыздардың тұратын түрі жоқ әлі. Светті жақ қоймасам болмайды. Қыздар, тұрамыз. Тұрамыз. Мама келді телефонмен. Сабаққа барамыз. Кім барады сабаққа? Туй, барғым келмейді сабаққа. Ұйықтағым келеді. Мен де сабаққа барғым келмейді, мам. Тәте бармайды, мен де заттам. Барғым келмейді. Кім шығарды мына мектепте? Туй, бір. Ұйықтаймын мен. Қараған жоқ. Мен де ұйықтаймын. Қыздарды мен тұрғыза алмадым. Тұрып атсыңдар ғой жаймен ұйқыларынан. Тұрсаңдар шен сабақтан қаласыңдар. Сағат 7 болды, қыздар. Достар, қалай тұрғызамыз? Сіздер де өстіп азанда ұйқыдан тұруға қиналасыздар ма? Жарайды, онда тұрмай қойыңдар, ұйықтай беріңдер. Светті өшіріп, сендерге тиіспеймін. Бірақ қазір апайларыңа звондаймын. Апайларына звондап айтам. Аякуш бармайым деп айтты. Анеля бармайым деп жатыр, апайы деп звондап айтайын апайларына. Деп қорқытып қойынды достар, может тұрады шығар қазір. Апайы десе бәрі қорқады ғой. Апайға звондамаш, мам. Тұрайын деп жатырмын. Звондама апайға. Звондамас апайға. Тұрам. Мама звондама, я. Келесі ерте ұйықтау керек еді. Болмайтын сұрприз жасамай. Блокнот сәндемей қойшы. Келесіде. Я болмайтын сұрприз жасамай. 9-да ұйықтаймыз ба? Келесіде болмайтын сұрприз. Келесіде болмайтын сұрприз жасамай. Кетті сабаққа жүр. Кет. Алар не істеді? Бүйтіп жақындап, көрпемен былай жақындап тұрып атсыңдар ма сендер? Давай тұрыңдар тез. 10 минут болды осылай жатқандарыңа. Қыздар, тұрыңдар. Сабаққа барамыз. Ағай, онда былай істейік қыздар. Кім бірінші тұрады, сол бірінші тұрады. Кім бірінші киінеді, сол бірінші киінеді. Ал давай. Кім бірінші тұрады екен, достар? Кім бірінші кухняға келеді екен, көрейік. Мен бірінші тұрам. Жоқ, мен бірінші тұрам. Мен бірінші тұрам деймін. Тұрақ. Сен бірінші тұр. Неге? Сен бірінші тұр. Жарайды, мен бірінші тұрам. Жоқ, мен бірінші тұрам. Мен бірінші. Бірінші барам ваннаға. Мен бірінші. Мен үлкенмін, мен бірінші барам. Мен кіттай, бірінші барам. Мен бірінші барам. Мам, бірінші барам. Мен бірінші кірем ваннаға. Мен бірінші кірем. Мен. Жайдым, сен кірерсің, жонам не ішіме ұқтағым. Тоқта, сен кіре берші, мен зонам деген сен ұйықталым. Ой, кіре берші, көрші, сен кішкентайсың ғой, мен ұйықталам. Мектепте кім шығады, бармаймыз сабаққа. Осы мектеп деген ше, күйшім керек өткіше. Қыздар тұрды. Достар, екі қыз тұрды. Осылай жарыстырып тұрғызу керек екен ғой.
Ал давай енді кім бірінші киінеді екен, сосын кім бірінші кухняға келеді екен. О, ұйқылары ашылды. Давайте енді сағат деген 7-ден 5 минутке дейін деп жатыр уже. Мен бірінші боламын да. Қыздар ұйқысын ашты. Ура, түнде кеш жатқан. Түнде міне осыны жасаймыз деп кеш жатқан ғой. Е? Осы блинкбак жасаймыз деп кеш жаттыңдар ма? Сол үшін ерте ұйықтау керек. Ал давайте енді кім бірінші киінеді екен көрейік. Сен Анелияның сендер киімдеріңді. Қыздар, мен сендерге айтып үлгерген жоқпын. Асқан деген осындай болады. Екеуің бір-бірінің киімдерін киіп алдыңдар. Давай осылай бара бер. Сен Айкоштың классына бірінші, сен 4-ші классқа бар тәтенің. Давай енді уақыт болып қалады қазір. Киімдеріңді ауыстырып алыңдар. Енді дұрыс болды. Ал қазір енді дала қатты суық, қалың колготкилерін киіп алыңдар. Ұйқыларың ашылды ма? Жаңа сабаққа бармаймын деген қыздар жоқ па, болды ма? Олар ұйықтап жатыр ма? Жоқ, қайтадан келемін. Қайтадан келеді. Сабақтан келіп қайтадан ұйықтайды ғой десей. Сол үшін түнде ерте ұйықтау керек деп мамасы да қоймайды дейсің ғой. Кәні дала әлі жарық болған жоқ. Өйткені 7-ден 10 минут кетті, 10 минутта үлгердіңдер, молодец. Ал енді мен сендердің шаштарын тарап берейін. Кімге қай резинка, кімге қай бантик? Кімге қай бантик тақсам екен? Мен үлкенмін. Маған мына бантик. Жоқ, мен күттаймын, мен бірінші. Жоқ, мен үлкенмін, Аяна, мен бірінші боламын. Мама, мен күттаймын ғой, Ой, күттелер емес, үлкендер бірінші болу керек қой, мен мына бантик. Ой, достар, кімнің басына бірінші бантик тағайын? Жоқ, мен тағайын. Жарайды, онда былай істейміз. Әркім өзінің шашын өзі жасайды, осылай таласқаны үшін. Мен бірінші мен күттаймын, мен бірінші жаңағы үлкенмін деп. Мен барып сендердің сүттеріңді құя берем, ал сендер өздерің бүгін прическа жасай беріңдер. Давай, пока-пока. Жасай беріңдер. Ой, Аякош ұрыспау керек еді, ой. Жарайды. Бірден алып өз шашымды жасап алайын. Жасаймын ғой. Қара да үйрен. Қара. Бірінші резинканы шешесің. Содан кейін тарақты аласың да тараққа қарап. Тарақ, менің шашым жинап берші дейсің да. Фук. Вау, тәте қалай істедің? Солай істедім, мынау тарақ саған. Тарақ, мен сәсімді жинап бер. Мынау тарақ мен айтқанды істемейді, бөлмір. Жинап бер, мама. Қыздар сабаққа уже дайындалды. Сабаққа бармайым деген қыздарға уже дайындалып. Қыздарым, Аяна, Анеля, Жомарттың қыздары. Болыңдар болып қалдыңдар ма? Уақыт болды уже. Давай кеттік, сабақтан қаласыңдар қазір, жүріңдер. Әйтпесе, апайларыңа звондаймын. Апайға звондаймын деген. Шықпайсыңдар ғой. Мама, сағат неше болды? Сағат 8-ге 10 минут қалды. Сендердің сабақтарың 8-де. Мен қабағым қайда? Мама, мен сышым қайда еді? Мама, мен қабағым яқта ма? Мама, мен сызға сырып қалам. Көркім. Мен қайдағым қайда? Ай, басым жаман соғыстық қой. Азанда ерте тұрып, бүтінде ерте ұйықтау керек. Я, сабаққа бармай қоямыз. Қош, бармаймын. Барамыз. Біз кімбіз? Анеля мен Аянамыз. Жоқ ей, біз білімді қыздармыз. Біз өсіп, күшті мамандық боламыз. Білімді болсақ. Ой, басталды. Үлгірек сабаққа кетіп десіз. Апайдан ұршесіп қалмайықшы. Жүр, кешіп қаламыз әйтпесе. Мен бес алам күнделікке көресің. Мен бес аламды жатадым ғой. Мүмкін бес аламын. Мен бес алам орыстың жатадым ғой. 7-тен 10 кетті қой сағат енді. Маман сағаты озық па не?
егер сабаққа ерте барсақ, мектеп қараңғы. Қорқамыз ғой екеуміз. Кеттік, сабаққа бармаймыз. Достар, біз сабаққа барамыз. Бізде бұл жай ғана видео, бармаймыз деп біз осылай сабаққа дайындалып алдық. Ал сабаққа негізі бізді кім апарады? Папамыз апарады, папамыз алып келеді. Біз видеоны осы жерде аяқтаймыз, достар. Сабақтан қалмаңыздар, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар. Келесі видеода кездескенше Сау болыңыздар. сау болыңыздар. Пока-пока. Қалпағың қайда? Капюшоныңды ки, тоныңды.